Сәлем достар, сіздермен бірге мен Эльмира, біз Гоадамыз. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Осының алдында мен Чикагоға, ақш-қа көшкен туралы видео түсірген болатынмын. Егер көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріңіздер. Ал біз қазір қыс мезгілін өткізуге, яғни қыстауға, Гоаға келдік. Кеше ғана жаңа жылды қарсы алдық. Бәріңізді жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Тек қана жақсылықтар, жаңа табыстар, жаңа жаңалықтар, бәрі жаңадан болсын, тек жақсы болсын деймін. Біз енді видеоны бастаймыз. Ал енді бізге ең жиі қойылатын сұрақ: неге Гоа? Біріншіден, ол қолжетімді бағасы. Екіншіден, өте қарапайым халқы. Үшіншіден, ол әрине осындай әдемі табиғаты мен жайлы климат. Жалпы біздің Гоаға келгенімізге 3 апта болды, және осы 3 аптаның ішінде біз отельде тұрып, өзімізге пәтер алып, жалға скутер алып, және қызымызды балабақшаға беріп үлгердік. Бұл жерге келерден бұрын алдын ала 1 аптаға отельге бронь жасадық. Және келгеннен кейін сол отельде тұрып, пәтерді өзіміз іздей бастадық. Телеграм каналдарда риэлторлар өте көп, және солар арқылы немесе өзіңіз жай ғана бүйтіп жүріп аралап, кез келген үйге кіріп, пәтер бар ма деп сұрап іздеуге болады. Бұл біздің ең алғашқы келіп көрген пәтеріміз бізге бірден ұнады, өйткені бұл жаңадан салынған үй, әлі тап-таза, ешкім тұрмаған. Біз келген кезде ішінде ешқандай мебель болмаған. Біз келгеннен кейін ақырындап бәрін кіргізе бастады. Сол үшін біз бірден алуға шештік. Ал біздің отельде 1 апта тұрған уақытымыз 123 мың теңгеге шықты. Оның ішіне және таңғы асы да кіреді. Ауласында бассейні болды. Мынау біздің қазір тұрып жатқан үйіміз 2 бөлмеден құралған. Біріншісі осында ас бөлме. Ас бөлменің ішінде де қана осында бір тақташа бар. Шкаф ештеңе жоқ. Сол үшін барлығын осылай қойып қойдық. Ыдыс аяқты негізінде біз бәрін өзіміз алдық, өйткені бұл жерде біздің алдымызда ешкім тұрмаған, жаңадан салынған үй болғандықтан ішінде ештеңе болмаған. Осы жерде отырып тамақ ішеміз. Және мынау біздің осындай сыртқы көрінісіміз. Кірімізді дайлыға жаямыз, өйткені үйдің ішінде кеппейді. Келесі бөлме бізде осындай жатын бөлме. Жатын бөлмеде осындай үлкен төсек орны бар, және осында үлкен бір шкаф бар. Және одан кейін желдеткіш міндетті түрде, және осындай да желдеткіш бар. Ас бөлмесінде де бар. Одан кейін келесі бізде осындай жуынатын бөлме. Жуынатын бөлмеде мысалы мына жерде душ орналасқан, бірақ бұның жан-жағы ештеңемен жабылмаған, өйткені бұл жерде ол кәдімгі стандартты нәрсе. Сол үшін күнде қыдырып келгеннен кейін біз міндетті түрде осы жерде жуамыз. Аяғымыздың бәрі кір, топырақ болады, қатты топырақ болады. Сол үшін бәрі осылай осы жерде жиналады. Сол үшін біз үйде міндетті түрде аяқ киіммен жүреміз. Тағы да бізде мына жерде міне есікті байқаған шығарсыздар, бұл жерде біздің балкон.
осындай таптаза жарық әдемі пәтер, бәрі жаңа. Сол үшін біз қорықпай, жиіркенбей жақсы тұрып жатырмыз. Біздің жалпы күн тәртібіміз, біз таңертең тұрып қызымызды балабақшаға апарамыз, одан кейін мен үйге келіп таңғы ас жасаймын, папамыз жаттығу залына барады, содан кейін өзіміз жұмыстарымызды жасаймыз, 4:30-да қайтадан қызымызды балабақшадан алып кетеміз. Біз қазір таңғы ас ішіп алдық, енді мен қазір тамақ жасаймын. How much? 200. Fresh. This. Yes. Hello, prawns. Tuna fish. Yes. This How 200. much? This 200. This 200. 100. Take. Yes. This big one. 300. 300. Yeah, 300. You take 250. 250. 250. Kalmar? 200. 200. Это разве альмак? Да. Yes, color. Good. Они так поднялись, короче. Yeah. А сейчас подняли сезон, типа едем где бармыз. Міне жаңағы базардан алған креветкеміз. Барлық жерде бір баға, ешкім бағасын түсірген жоқ. Креветкенің бәрін жақсылап тазалап қойдым. Міне осынша ғана шықты, бір кесе. Және де мына жақта кальмармен танысып жатырмын. Бірінші рет көруім осындай кальмарды, бірінші рет тазалап жатырмын. Осындай қанаттары болады екен. Және мынау тұрған мен ойымша басы ғой деймін, ішінде көз бар сияқты.
холодильниктен шығарып береді сразу.